Еске алумен өлең жыр оқылғанда, өртесегер жүректі жалын ішкі, мәңгілікке аттанған жақын жанға жеткізе алмай, айта алмай сағынышты. Жақсы жанның дәріктеп жүрген көшін, өмір жолын ұрпаққа құрыптауға, көз алдынан өшірмей нұр бейнесін, ұлы жанды тиіспіз ұмытпауға. Көзден кетсе де, көңілден кетпейтін, есіңде мәңгі сақталатын жандар болады. Әрине, сенің ең жақын адамың туралы естелікпен сөз сөйлеу ауырдың ауыры. Бірақ бұл дүниеге келген екенсің, құйрықты жұлдыздай қысқа ғана ғұмырда адами қалпыңды, адами болмысыңды сақтасаң, бұл өмірдегі ең үлкен парызың сол. Бүгін біз әкелік парызын орындап, жан жағына шуағын шашып, қайырымдылық танытқан әкеміз Қалиұлы Аманжол 1946 жылы тамыз айының 20 жұлдызында қазіргі Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз селосына қарасты Ақшелек ауылында дүниеге келген. Ауыл аймақ, бота тойлақ, қазандай шулап, соғыстан кейін өндірістің енді ғана аяқтан тік тұрып жатқан кезі. Ауылдың балаларына өсиет айтатын, үлкен кісілерден бата алатын кездер. 1952 жылдан бастап ауылдағы 4 жылдық мектепте оқыған. Кейін Атыраудағы Жамбыл атындағы мектеп-интернатта оқыған. 1961 жылы Шолақсай орта мектебінде 8 жылдықты аяқтаған. 1961-1964 жылдары Ленин атындағы совхозда тракторист болып қызмет атқарып, Атырау ауыл шаруашылығы техникумына зоотехник мамандығы бойынша 1964 жылы оқуға түскен. 1965 жылдың желтоқсанында Кеңес одағы әскерінің қатарына алынып, Әзербайжан Республикасында автомобиль батальонында 1968 жылдың желтоқсанына дейін 3 жыл әскери борышын өтеген. Әскерден келгесін оқуын жалғастырып, 1972 жылы аяқтаған. 1971 жылдың маусым айында анамыз Зылиха қызы Қалы қызға үйленіп, шаңырақ құрған. Оқу бітіргеннен кейін Мұқыр селосында еңбек жолын жалғастырып, 1973-82 жылдары Кенбай, 1982-89 жылдары Шолақсай, 1989-92 жылдары Қоңыраулы, 1994-96 жылдары Аққұдық ауылдарында зоотехник, ферма меңгерушісі болып қызмет атқарған. Қызмет еткен жылдары алға қойған міндеттер мен жоспарларды мүлтіксіз атқару арқасында түрлі марапат мақтауларға ие болған. Анамыз Қалы қызы екеуі 5 ұл, 1 қыз дүниеге келіп, олардан немере шөбере сүйген бақытты отбасы болған. Қазірде балалары жоғары білім алып шаңырақ көтеріп, қызметке араласқан бір шаңырақ, әр қайсысы жеке өзіне отау болған. Әкеміз саналы ғұмырында ағайынға бауырмал, қатарына сыйлы, досқа адал, кішіпейіл, әр кез көңілді жүретін, әзілге жақын жан болған. Ақыл сұрағанға жол көрсетіп, мұқтаж жанға көмек қолын созатын, өте қамқор, мейірбан, достыққа сергек, қайырымды жан еді. Әкеміз саналы ғұмырында ағайынға бауырмал, әні қарындасқа қамқор, жанашыр, әулеттің тірегі болатын. Ауыл аймаққа, аға бауырға сөзі өтімді, шежірешіл, алыс ағайынды іздеп, амандық біліп туыстықты нығайтуға жанын салатын. Құда жекжатты өтте сыйлы, көрші қолаңмен жақын араласып,
қатар құрбы дос-жаранға адал, нағашы жең жезде жеңгесімен әзілі жарасқан, әркез көңілді жүріп әзіл қалжыңға жақын, сөзі өте өткір жан еді. Әкемізден ақыл сұрауға келетін жандар көп болатын. Олардың жасына үлкен кіші алыс жақын демей, жол көрсетіп, жөнін айтып жол сілтейтін мұқтаж жанға көмек қолын созатын ақ көңіл жан еді. Иә, осындай адамның ұрпағы болғанымызға біз мақтанамыз. Ата-анамыздың бізге берген адал еңбегі, білімді өсиеті, жүрегімізде мәңгі жаңғырып тұрар ақыл тілектері ешқашан өшпейді. Өмір барда, ұрпақтары барда мәңгі жасайды. Адам ұрпағымен мың жасайды. Немерелері, балалары, ұл-қыздары, шөберелерінің атынан жатқан жерің жайлы, топырағың торқа, рухың пейішті деп Құран бағыштаймыз. Қамбайып сырттай жүргенмен, жабықтым іште езіліп. Балаша мәз боп күлгенмен, қайғыны жүрмін сезініп. Әкесіз күндер зулауда, бұл күндер маған тамұқтай. Көңілдің гүлі қурауда, жүремін қалай қамықпай. Сағыныш серік жаныма, көңілге медеу жырларым. Бастағы бақты тағыда, уақыты қалай ұрладың. Өткінші екен бақ арыс, көшті ғой бастан тұрмай көп. Өзекті өртер сағыныш, жазылмай қалған жырдай боп. Пәниде Алла пендені сынайды екен мұң артып. Әкенің таудай мендегі бейнесі қалды мұнартып. Үмітсіз, ойсыз жүредім, иманға енді бағындым. Сыздайды құрғыр жүрегім, әкешім, сені сағындым. Әке, сені ажал ерте тауыптау, сезем, ол жақ бұл дүниеден жарықтау. Сен кеткенде мен түгілі күмілжіп, таулардағы аласарып қалыптау. Көзімде жас, жүрегімде сағыныш, сағынышты құстар көкке алып ұш. Әке, сенсіз өткен ғұмыр тіршілік, енді маған мағынасыз сабылыс. Қайран арман, көкте қанат жайғанды, енді міне бір қазыққа байланды. Сен кеткелі төңкеріліп дүние, көктем күзге, жазым қысқа айналды. Әкем менің айбын дедің, асқар ең, бауырыңа алды сені басқа әлем. Ұлдарыңды желбіретіп жалаудай, қыздарыңа құшағыңды ашқан ең. Жаның көкте, мекен етті аспанды, сен іздеген көңілдерден жастанды. Сағыныш пен өкініші астасқан, әке, сенсіз күндер енді басталды. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тірегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Ал енді, құрметті әлеумет, ағайын тума қатар құрбы бір көскен.
құда, нағаш жиендер. Алла тағала баршамыз тойда кездесіп жасын. Әрқашанда биік көретін мен басқадан менің әкем ең жақсы адам. Менің әкем